Сәлеметсіз бе? Республикалық медициналық академияға қош келдіңіз. Бұл бейнедәріс жоғарғы аяқ қол бұлшықеттері мен фасциясы, иық, шынтақ және қол бұлшықеттері тақырыбына арналған. Ендеше бастайық. Фасция дегеніміз не? Фасция бұлшықеттерді ұстап тұратын, олардың жиырылуын басқаратын, бұлшықет топтарын бөлетін және қан тамырлары мен жүйкелерді қорғайтын тығыз дәнекер тінінің қабығы. Иық фасциясы. Иықтың терең фасциясы иық фасциясын түзеді. Одан иық сүйегіне қарай бұлшықеттер арасындағы перделер таралады. Бұл перделер иықты екі оқшауланған кеңістікке бөледі. Алдыңғы бұлшықет қапшығы, оның ішінде шынтақ буынында қолды бүккіш бұлшықеттер орналасқан, бицепс иық бұлшықеті, қарға тәрізді иық бұлшықеті. Осы жерде иық артериясы мен ортаңғы жүйке өтеді. Артқы бұлшықет қапшығы, оның ішінде шынтақ буынында қолды жазатын бұлшықет, трицепс орналасқан. Осы жерде шынтақ жүйкесі өтеді. Бұлшықет қапшығы дегеніміз не? Бұлшықет қапшығы бұл барлық жағынан қаптап тұратын, тығыз фасциямен шектелген, айқын шекарасы бар қабық. Білек фасциялары. Білек фасциясы иықтағыға қарағанда тығызырақ. Ол бұлшықеттерді жай ғана орап қоймай, күшпен қозғалысты бағыттайды. Ол сүйектер арасындағы жарғақты қалыптастырады. Бұл шынтақ және білезік сүйектерінің арасындағы тығыз фасциалды қалқа. Ол үш нәрсе атқарады. Сүйектерді бір тұтас жүйеге біріктіреді. Жүктемені қол басынан білекке өткізеді және бұлшықеттердің жиырылғанда жан-жаққа томпай кетуіне жол бермейді. Яғни бұлшықет жиырылғанда ол қысқарып, жуандайды. Егер бұлшықетті ештеңе ұстап тұрмаса, ол жиырылғанда жан-жаққа шығып кетеді. Сондай-ақ ол сіңірлерге арналған жеке арналарды қалыптастырады. Сіңірлер бос жатпайды. Фасция олар үшін тар тоннельдер жасайды. Бұл сіңірдің жан-жаққа ығысы кетпеуі және қозғалыстың тек анатомиялық жолмен жүруі үшін қажет. Сондықтан тіндер бір-біріне үйкелмейді және зақымданбайды. Сондай-ақ ол қол басында сіңір ұстағыштарын қалыптастырады. Бұл білезік деңгейінде орналасқан тығыз фасциалды белдіктер. Олардың міндеті сіңірлерді сүйектерге басып ұстау. Қол басының фасциялары. Алақанда фасция алақан апоневрозына тығыз пластинкаға айналады. Яғни, бүкіл денеде фасциялар бар. Әдетте олар бұлшықеттерді қоршап, тіндерді бөліп, құрылымдардың бір-біріне қатысты сырғуына мүмкіндік беретін жұқа, селпімді қабықтар болып көрінеді. Бірақ алақан ерекше аймақ. Мұнда тері өте берік болуы керек, ұстағанда жылжымай, үнемі қысымға төтеп беруі тиіс. Дәл алақанда не болады? Қол басының терең фасциясы алақанға жеткенде өзінің қасиеттерін күрт өзгертеді. Ол қалыңдап серпімділігін жоғалтып, тығыз фиброзды пластинкаға айналады. Бұл алақан апоневрозы. Иық бұлшықеттері. Иық бұл иық буыны мен шынтақ арасындағы қолдың бөлігі. Оның бұлшықеттері ең алдымен шынтақ буынымен жұмыс істейді, білекті бүгу мен жазуды қамтамасыз етеді. Функциясына қарай иық бұлшықеттері алдыңғы және артқы топтарға бөлінеді. Иықтың алдыңғы бұлшықет тобы бұл бүгушілер. Олардың негізгі қызметі білекті шынтақ буынында бүгу. Сен затты көтергенде немесе өзіне қарай тартқанда дәл осы топ жұмыс істейді. Иықтың артқы бұлшықет тобы бұл жазғыштар. Олардың негізгі қызметі білекті шынтақ буынында жазу. Бұл қозғалыс итеру, қолға сүйену және бүктеуінен кейін қолды түзу ұстау үшін қажет. Алдыңғы топтың қызметі бұзылса, адам қолын бүге алмайды, ал артқы топ зақымданса, білекті толық жаза алмайды. Шынтақ бұлшықеттері. Шынтақ бұл күш пайда болатын емес, өтетін жер. Иық бұлшықеттері тартады, ал білек бұлшықеттері қозғалысты жалғастырады. Ал шынтақ бұл күшті жай ғана жеткізеді. Оның қызметі қолды бүгу мен жазу және білектің айналуына мүмкіндік беру. Қолыңды бүккенде иық бұлшықеттері жұмыс істемейді. Алақаныңды бұрғанда білек бұлшықеттері жұмыс істейді. Бірақ екі топта күшті шынтақ арқылы өткізеді. Шынтақ бұл дербес бұлшықет сегменті емес, иық пен білек арасындағы биомеханикалық өткел. Білек бұлшықеттері. Білек бұл жай ғана қолдың бір бөлігі емес, ол алақан мен саусақтардың қозғалтқыш орталығы.
Алақан мен саусақтар білек бұлшықеттерінің арқасында қозғалады, ал алақанға негізінен тек сіңірлер барады. Білек екі топқа бөлінеді. Білектің алдыңғы беті бұл бүгуші бұлшықеттер. Олардың қызметі алақанды бүгу, саусақтарды бүгу және алақанды жоғары төмен бұру. Дәл осы топ столмен ұстап тұруға жауап береді. Ал екінші топ білектің артқы беті. Бұл жазғыш бұлшықеттер. Олардың қызметі алақанды және саусақтарды жазу, сондай-ақ алақанды дұрыс қалыпта ұстау. Сонымен енді негізгі сәтке көшейік. Неліктен саусақтардың қозғалысы білектен басталады, ал алақаннан емес? Өйткені саусақ бұлшықеттері тым ұзын, оларға үлкен күш қажет. Алақанда ондай бұлшықеттерге орын жоқ. Сондықтан бұлшықет құрсағы білекке орналасқан. Одан ұзын сіңір шығады, ал сіңір білезік арқылы өтіп, саусақ фалангаларына бекітіледі. Алақан бұлшықеттері. Алақан бұлшықеттері ұсақ, бірақ аса маңызды бұлшықеттер. Иық пен білек жалпы күшпен қозғалысты береді. Ал алақан дәлдік, бақылау және қозғалыстың зеректігін қамтамасыз етеді. Олар бас бармақ бұлшықеттеріне, шынашақ бұлшықеттеріне және ортаңғы топқа бөлінеді. Олардың міндеті дәл қимылдар жасау, заттарды ұстау, ұстап тұру және тағы басқа. Ең бастысы түсіну керек нәрсе дөрекі күш иық пен білектен келеді, ал дәлдік алақаннан туады. Бүкіл бұл жүйе қалай бірге жұмыс істейді? Қол бір тұтас биомеханикалық тізбек ретінде жұмыс істейді. Иық қозғалыстың бақылануын қамтамасыз ету үшін тұрақтылық береді. Шынтақ қолды қажетті қашықтыққа жақындатады. Бірек қысып ұстау күшін дәл мөлшерлейді. Алақан нәзік әрі дәл жұмысты орындайды. Фасциялар бәрін бір жүйеге біріктіріп, жүктемені таратады. Бір элемент істен шықса, бүкіл үйдесін бұзылады. Сондықтан қозғалыстың дәлдігі әрдайым жоғарыдан келетін тұрақтылыққа сүйенеді. Осы өзара байланысты түсіну дәрігерге қозғалысты дұрыс бағалауға, ауырсыну немесе функция бұзылуының көзін анықтауға және анатомиялық білімді саналы түрде тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Келесі видео дәрістерде кездескенше.